Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін блокноттағы тақырып атты рубрикамды ары қарай жалғастыратын боламын. Ал бүгінгі тақырып минимализм миға керек деп аталынады. Соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар, ұнаса лайк басып, комментария жазып қолдаңыздар. Минимализм миға керек. Неге бүгінгі тақырып бұлай аталынады? Себебі расында да біздің айналамыздағы көріп жатқан, естіп жатқан, оқып жатқан ақпараттардың барлығында біз миымызға бейсаналы түрде сіңіретін боламыз. Біз оны тіпті байқамаймыз да, мысалы күнделікті көріп жүрген киномыз, оқып жүрген кітабымыз, араласып жүрген адамдарымыз, сонымен қатар біреуін алсаң екіншісі тегін деген рекламаларды да көріп жүріп, біздің миымыз ақпаратты өзіне сақтай береді. Сорт жүргізбегеннің кесірінен үнемі төменгі энергиямен, яғни үнемі біз шаршап жүреміз, бірдеңке айтатын болса адамдар, иногда ұмытып қаламыз, миымызға сақтамаймыз, одан бөлек бастаған ісімізді соңына дейін жеткізе алмаймыз, немесе шаршау болып жүреміз. Одан бөлек біз ашушаң боламыз, және де жаңағыдай еш нәрсе жасағымыз келмей, жасап жатсақ та бір ісіміз өнбей жатқан сияқты болып көрінеді. Бұның бәрінің себебі осы біздің ақпараттарды сүзгіден өткізбей қабылдауымыздың әсерінен болып жатқан процестер. Ал енді осы болып жатқан процестердің барлығын сүзгіден өткізбей ақпараттарды қабылдап алдық. Осының әсерінен жаңағыдай жоғарыда айтқандай нәрселердің барлығы туындайды. Мысалы, жаныңызға балаңыз келіп, мама, мынаны қалай жасаймын, ананы істеймін ба, мынау мынандай ма деп көп сұрақ қойған кезде, ей, бар, сабағыңды оқы, басымды ауыртпашы деп айтқыңыз келіп кетеді расында да, или болмаса ұрысып аласыз расында да. Маған жағаласпаңдаршы, өз-өзіме уақыт беріңдер, жұмысым көп деген сияқты көптеген жаңағыдай сөздер айту арқылы ешқандай дұрыс жауап бере алмаймыз. Неге? Себебі біздің энергиямыз жетпейді. Және де жаңағыдай бастаған ісімізді соңына дейін жеткізе алмаймыз. Неге? Себебі то же самое энергиямыз жетпейді. Және де ашушаң боламыз. Тағы да энергияның жетпеушілігі. Бұның барлығы да жаңағыдай миымызда ақпарат өте көп. Оны сіздерге былайынан мысал түсіндірейін. Көзіңізге стакан елестетіңіз. Стакан мынадай су толып тұр бетіне дейін. Ал мен қазір келіп қайтадан ол стаканның сыртына су құятын болсам, ол стакандағы судың барлығы сыртқа төгіледі. Тура сол сияқты сіздің миыңыздағы ақпараттарда осылай толып тұр да, жаңадан ақпарат келсе, сіз оны мүлдем қабылдамайсыз және ашушаң болып тұрасыз да, и энергияңыз болмай тұрады. Соның кесірінен сіз ештеңе де жасағыңыз келмейді. Жасасаңыз да бір өнбей жатады ісіңіз. Вот осының әсерінен сіздер түсіндіңіздер себебін, ол қандай бір алып келетін салдары болатынын да түсіндіңіз, бұл қайда алып баратынын да түсіндіңіз. Сондықтан да сізге енді минимализм миыңызға керек. Миыңызға сіз минимализмді қалай енгізесіз? Миымызға минимализмді негізінен келіп жатқан ақпараттарды біз осознанно, бұл маған керек ақпарат па, бұл маған айтылып жатқан сөз бе, менің өміріме, менің жасап жатқан ісіме қатысты әңгіме ме, осының барлығын сорттап өзіңізге қабылдайсыз. Яғни өзіңіздің миыңызға детокс жүргізесіз. Жан-жақтағы скидка алыңыз деп жатқан сөздердің барлығы, мына бір киімді алсаң, екінші киімді скидкаға беремін десе, бұл киім расында маған керек пе? Әлде менің үйде 1045 киімім бар ма, келмей жатқан, шкафты ашсам не киерімді білмей былай қарап тұрам ба деп өзіңізге сұрақ қою арқылы, яғни өзіңізге ең керекті, ең жеткілікті нәрсені алу арқылы миыңызды сорттайсыз. Жан-жақтағы ақпараттардан, телефондағы ақпараттардан, инстаграмдағы, жаңа әлеуметтік желідегі ақпараттардан, сонымен қатар жаңағы реклама, акция, курс дегеннің барлығынан өзіңізді босатасыз. Расында да бұл маған керек пе деген сұрақты қою арқылы миыңызға минимализмді енгізетін боласыз. Егер де бүгінгі қысқа ғана минимализм миға керек деген тақырып сізге ұнаған болса, лайк басып қолдаңыз. Ары қарай жалғастырыңыз, кеңінен айтыңыз десеңіз, онда комментария қалдырыңыз. Ары қарай тағы да қызықты қылып мен сізге мысалдармен жеткізетін боламын. Ал сау болыңыздар.